Мен Седешева Ася Төлегенна. Қазіргі таңда Атырау облыстық нөмір 2 ауруханасында жедел респираторлық вирустық инфекция бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарамын. Жалпы 2007 жылы осы Батыс Қазақстан Марат Оспанов атындағы медициналық академиясын бітірдім. 2007 жылы бітіргеннен кейін осы ауруханаға бірден келіп орналастым. 2007 жылы осы ауруханаға келіп орналасқаннан кейін респираторлық вирустық инфекция бөлімінің меңгерушісі қызметін осы күнге дейін атқарып келемін. 2012 жылы жалпы жұқпалы аурулар ересектер мен балаларға арналған даярлық курсынан өтіп, сол мамандық бойынша жұмысымды атқарып келемін. Енді жалпы респираторлық вирустық инфекцияларға келетін болсақ, олар ауа тамшылы жолмен жұғатын инфекциялар, оның ішінде вирустардың түрлері өте көп деп айтқым келеді. Біздер қазіргі таңда жұқпалы аурулардың асқынуларымен жұмыс жасап жатырмыз деп айтқым келеді. Біздің бөлімшеде балалармен қатар ересектер де жатады. Оның ішінде жүкті әйелдердегі респираторлық вирустық инфекциялар, олардың асқынулары мен бөлімшеде осы жатады. 2017 жылы Санкт-Петербург қаласында 1 жастан 5 жасқа дейінгі балаларға инфекциялық ауруларға шұғыл көмек көрсету курсынан біліктілігімді арттырдым. Енді жалпы біздің бөлімшедегі аурулар туралы айтатын болсам, қазіргі таңда балаларда туа пайда болған инфекциялық аурулар өте көп. Соның ішінде осы 5-6 жылдың ішінде біздер цитомегаловирустық инфекциялардың клиникалық өршуі, олардың жүруі, қалай ем-дом жасайтындарымыздың барлығын былайша айтқанда сол вирустарға қарсы өзіміздің біліктілігімізді өте жоғары деңгейде жетілдірдік деп айтқым келеді. Цитомегаловирустық инфекция, вирус простой герпесте, басқа да вирустық инфекцияларға протокол жүзінде де, басқа да лекцияларды тыңдау арқылы, семинарлар жүргізу арқылы біздер өзіміздің осы инфекциямен күрес жолында және де осы инфекцияларға көмек көрсету білімімізді жақсы тереңдетіп, өзіміздің практикамызды шыңдандырдық қазіргі таңда. Жалпы бөлімшеде сонымен қатар қазіргі кезде пневмониялардың, хламидиозный пневмония, микоплазменный пневмониялар көп кездесуде. Солардың протоколға сай қалай жүретіні, клиникалық ағымы, олардың емдеу диагностикалары өте жақсы жүргізілуде қазір. Мына бактериялы-серологиялық лабораторияның ИФА анализімен зерттеу қорытындысы нәтижесінде осы инфекциялар толық қорытындысын бізге беріп, соны арғарата біздер қазіргі таңда жақсы ем шарасын жүргізіп жатырмыз. Жалпы енді науқастарға кеңес ретінде айтатыным, соның ішінде кішкентай балалардың ата-аналарына кеңес ретінде айтатынымыз 1 жасқа дейінгі балдарда үй жағдайында көп ұстамау. Яғни оларды учаскелік дәрігер емін тағайындап кеткеннен кейін 2-3 күн, 4 күн 1 жасқа дейінгі балаларды ата-аналар үйінде ұстап қалады, арғарата жағдайы жақсарар деген үмітпен. Онымен олардың жағдайы жақсармайды, олар бізге бөлімшеге ауыр жағдайда түседі, немесе жағдайлары пневмониямен келген жағдайда да олар арғарата асқынып, антибиотикке көнбей кішкене сондай бізде болып қалады. Емдеу барысында қиыншылықтар. Сол себепті науқас балдардың ата-аналары үйде балдарыңыз ауырып жатырса, оларды үйде көп ұстап қажет жоқ. Дер кезінде балаларға көмек көрсету керек. Дер кезінде дәрігердің көмегіне жүгіну керек. Сонымен қатар жүкті әйелдерге де кеңес беретін болсақ, оларда да көп жүкті әйелдер 2-3 күн қызуласа да үйінде жатып қалады, температура жай ғана басылады ғой деп. Онымен жүкті әйел болғасын, оның организмде бірден өзгерістер болады, ол бірден асқынып кетеді. 1 жасқа дейінгі баланың организмімен бірдей деп айтуға болады жүкті әйелдердің организмі. Сол себепті оларда үй жағдайында болып қалмай, дереу тоже дәрігерге қаралсын деген кеңес бергім келеді. Сіздің денсаулығыңыз біздің қолымызда, инфекциялық ауруларға жол жоқ.